Нурдаулеттин сторисин көрүп бир күлүп алдым. Мен жакшы эле айткам, жаным. Кудай кошкон жан жарыңды таштаба, кайда болсок да чогуу жүрүшүбүз керек. Жок дегенде мен ыраазычылыгымды алып кетишиң керек, бир жака жалгыз кетип атсаң дедим эле, укпай көк беттен кетти эле мына. Тоңуп талаада калыптыр дей берсең. Тамаша. Аман эсен жетип ал, главный. Сторис аркылуу экөө сүйлөшөлүкчү. Элге деле кызык болуш керек, ай бул экөөм не деп сүйлөшөт дей берсең. Вот учебадан чыгып азыр Капельницага барам, потом домой. Кстати, мен маанайым өтө сонун, себеби бүгүн папам учуп келет Кыргызстанга, үйгө, Бишкекке. Вот. Анан мен эмки жума буюрса экзамендеримди, сессиямды бүтүрүп, анан кетем. Сөйтіп өзім чай ішейін деп кірдім, мына машинаны алып отыр, прикурить етіп жатыр. Мен жаурап кеттім. Сонымен кеп фруктовый чай ішейін деп отыр. Әйтпесе кішкене грипповать етіп тұрған сияқтымын ба, в общем, болмай тұр. Ауырмау керек. Кетеді осы ауырғанымыз. Құдай сақтасын. Алматыға келіп қалдық, достар. Әйтеуір әні міне деп 5 сағат, 4 сағаттап зорға дегенде жеттік. Мен түсінгенім, сіздер неғұрлым жолға шыққан кезде жаңа машина таңдаңыздар, жаңа машинамен жолға шығыңыздар дегім келеді. Өйткені жолда құртылып қалдық, неше түрлі пробкалар, жол деген ауыр болды. Как будто бір Алматы мен Таразға баратын жолдың уақыты кетті десем болады. Уақытқа шынымен кішкене жүрегім ауырып кетті. Атак негізі аман есен жеткенімізге Аллаға шүкіршілік етеміз. Баршаларыңыздың көздеріңізге күйік болып жүрген бүгін мына шашымды аламын мен. Тағы да бір өзгеріс істесем ба деп тұрмын шашыма. Бұйыртса бүгін осы шаш және де бір киім алуым керек. Шопинг жасаймын, киім алам. Бұйыртса осы Алматыда бір 2-3 күн жұмыстарым